Сәлем, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз диафрагма және тыныс алу бағыты. Біз өткен сабақта диафрагманың жаттығу ерекшеліктерін өткен болатынбыз. Енді біздің бүгінгі сабағымыз диафрагма және тыныс алу бағыты. Жалпы тыныс алу біздің өмірімізге, демалу ол өте қажет. Өйткені біздің ағзамызда автомат түрде тыныс алу процесі автомат түрде қалыптасып қалған. Ал ән айту барысында мүлдем басқаша, мүлдем бөлек. Өйткені біз диафрагма арқылы қабырғалардың аралары ашылып кеңею арқылы біз көптеген жаттығулар жасаймыз және сол арқылы біз ән айтамыз. Мысалы, диафрагма арқылы тыныс алу бағытымыз, ол мысалы біз демалған жағдайда күнделікті өмірде демаламыз, бірақ ән айтқан кезде мүлдем басқаша. Мысал келтіретін болсақ, мұқият қараңыздар, мынау мысалы гүл. Біз гүлді қалай иіскейміз? Біз ұзақ иіскемейміз гүлді. Гүлді тек қана қандай иісі қандай жақсы екен деп иіскейміз. Бірақ біз ұзақ иіскемейміз. Сол сияқты ән айту барысында біз демалған кезде диафрагмаға демді аламыз және мұрын арқылы аламыз. Мұрын арқылы, ауыз арқылы емес, мұрын арқылы демді аламыз. Демді алдық және әнді әрі қарай жалғастырып айта беруімізге де болады. Ал кей кездерде болады, мысалы, демді диафрагмаға мұрын арқылы алып толтырып алады. Ол негізінде дұрыс емес. Жалпы демалған уақытта біздің кеудеміз ешқашанда көтерілмеу керек, яғни кеудеге демді алмау керек. Бірақ біз өмірде өкпе арқылы дем аламыз. Бірақ ән айтқан кезде диафрагмаға демді аламыз. Және демді алған кезде иығымыз ешқашанда көтерілмеу керек. Сырттан қарап отқан білікті мамандар, білімі бар мамандар, олар ләзде байқап қояды. Сондықтан да неғұрлым диафрагмаға алған дұрыс болады. Мінекей диафрагмаға алдық, әрі қарай әнімізді жалғастыра береміз. Көзімнің қарасы деген сияқты әрі қарай жалғастыра береміз. Енді біз диафрагманы жалпы біз өзіміз қалай сезінеміз? Ол біздің ағзамызда қай жерде орналасқан, қалай орналасқан? Негізінде диафрагманы, мысалы, біз ауыр затты көтеретін болсақ, бізге күш қайда түседі? Яғни диафрагмаға түседі. Мысалы, қараңыздар, мен мысалы осы фортепианоны көтердім, маған салмақ ішіме түсті, яғни диафрагмаға түсті. Осы салмақ түскен жерге осы сезіну арқылы біз демді осы диафрагмаға аламыз. Шынымен де қарап отырсаңыздар, басқа мемлекеттерде, шет елдерде, Қазақстанда болсын, басқа Ресейде болсын, кейбіреулері мұрынмен алғанды үйретеді, кейбіреулері демді ауыз арқылы алғанды үйретеді. Бірақ ең дұрысы, көп тұжырымдарға сүйенген кезде ең дұрыс бағыты осы мұрын арқылы алған дұрыс деп есептеледі. Негізінде тыныс алу ол біздің өмірімізге өте. Жалпы диафрагма және тыныс алу бағыты, оның жүйесі ең бірінші мұрын, екіншісі көмей, үшіншісі кеңірдек және төртіншісі ол өкпе. Өкпе арқылы, негізінде осы төрт аппарат арқылы біздің диафрагмаға тыныс алу бағыты құралады. Ол біздің күнделікті өмірде тыныс алған кезде автомат түрде біздің жүйке жүйеміз қалыптасып қалған. Енді сіздерге үйге тапсырма, осы фортепиано аспабы арқылы мен тапсырма беремін. Сол тапсырма арқылы сіздер міндетті түрде дайындалыңыздар. Келесі видеоға назар аударыңыздар, мұқият тыңдаңыздар және дайындалыңыздар.
А деген дыбыспен қайталаймыз. Енді сіздер оқушылар қайталаңыздар. Біздің келесі жаттығуымыз И дыбысымен қайталаймыз. Енді сіздер, құрметті оқушылар, бәрекелді, біздің бүгінгі диафрагма және тыныс алу бағыты сабағымыздың қысқаша нұсқа мәліметі осы болатын. Енді құрметті оқушылар, сіздерге тапсырма берілді. Сол тапсырманы міндетті түрде дайындалып қайталаңыздар. Біз сіздермен келесі сабақта жүздескенше аман болыңыздар.